Біздің планета әлі күнге дейін керемет жұмбақтарды, керемет жерлерді және кішкентай жерлерді, тек авантюристер келуге немесе ашуға батылы баратын шалғай жерлерді жасырады. Бұл бұрын бірнеше рет болған. Солардың бірі Питкерн аралы. Халқы 56 адам тұратын Питкерн аралы туралы айтпас бұрын арнамызға тіркеліп лайк басыңыздар. Ал ендеше біз видеомызға кеттік. Питкерн аралдарының тарихы біздің эрамыздан 800 жыл шамасында басталды. Алғашқы қоныстанушылар аралдарға осы жылы келді, ал кейбіреулер Полинезиядан шыққан деп есептейді. Бұл қоныстанушылар Питкерн мен Хендерсон аралдарында тұрады. Питкерн және Хендерсон аралдары және басқа аралдарға қарағанда сәл алыста орналасқан. Мангарева аралымен сауда тұрғандарда өзендерінің қамтамасыз ету үшін табиғи түрде жетіспейтін ресурстарға ие болуға мүмкіндік береді. 1500-ге жуық Хендерсон және Питкерн аралдарының популяциясы жойыла бастады. Мангарева аралдарында табиғи апат орын алды. Бұл оның көптеген түрлері мен популяцияларының жойылып кетуіне әкеліп соқтырған болуы мүмкін. Содан кейін, аралдар арасында сауда болмағандықтан, Хендерроуз мен Питкерн тұрғындары қажетті өмірлік ресурстарға ие болмады. Олар тікелей әсер етті және бірте-бірте жойылды. Бір ғасыр бойы Хендерсон аралы, Дуси аралы және Питкерн аралдары португалдық штурман Педро Фернандес де Кирос пен оның экипажы басқарған испан экспедициясы ашқанға дейін адам іздерін көрмеген. 1,5 ғасырдан кейін аралдар қайтадан ашылды. Бірақ бұл жолы оларды 1767 жылы Питкерн аралын, 1791 жылы Дуси аралын және 1819 жылы Хендерсон аралын ашқан британдық теңізшілер ашты. Уэно аралы 1829 жылы ашылды. Негізінен бұл аралдар осы аралға қоныстанған және осылайша ғасырлардағы алғашқы тұрақты тұрғындарға айналған сыйлы кеменің бүлікшілерімен танымал. Бұл 1790 жылы болды және бұл бүлікшілердің ұрпақтары әлі күнге дейін мекендейді. Аралдың ең көбі 233 тұрғыны болды, бірақ иммиграция, әсіресе Жаңа Зеландиядан келгендер оларды 59-ға дейін қысқартты. Питкерн аралының аңғарлары өте құнарлы жерлерге ие, сондықтан әртүрлі жемістер мен көкөністерді, соның ішінде банан, қарбыз, ямс және бұршақтарды шығарады. Бұл шағын арал балық аулау, ауыл шаруашылығы және қолөнерге тәуелді. Осымен біздің видеомыз аяқталды. Видео ұнаса арнаға тіркеліп лайк басыңыздар. Сіздермен бірге болған әлем арнасы, назарларыңызға рахмет.